Ассаламу алейкум, құрметті әпкелерім, сіңілерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің қонағым, менің құрбым, өте өзім жақсы көретін адамым, Марфуға Шафиян. Алматыға келіп қапты, сол мүмкіндікті пайдалана отырып, жаңағыдай кездесіп, бірге видео түсіріп жатырмыз. Біз бүгін Өзбекстанда емес, Монғолияда емес, осы өзіміздің Алматыдамыз. Керемет бір кафенің бір тапшан жаңағыдай төрінде отырмыз. Алхамдулилля. Сол бүгін сіздерге кішкене өзіміздің бір жобамыз туралы айтып кетсем, жаңағыдай Марфуға екеуміздің бірге бастаңғы, бірге бастап жатқан бір жобамыз туралы айтып кетсем. Сонымен достар, біздің жобамыздың аты жаңағыдай мен қалай орамал тақтым, немесе как я одела платок орысша, хиджаб KZ атты порталымызда бірнеше жаңағыдай әпкелеріміз, сіңлеріміздің жаңағыдай тарихты оқиғалары жиналып қалған. Альхамдулилля, көбі бөлісіп жатыр. Сол жоба туралы кішкене Марфуға да бөлісіп айтып кетерсіз, жаңағыдай ол жобаның мақсаты қандай, және де кімге арналған, және де біз оны жаңағыдай қандай ниетпен бастап отырмыз. Сол туралы кішкене айтып кетсеңіз. Енді бұл жобамыз біздің осы Қарлығаш екеуміздің бастап жатқан, бұл көптен бір ойымызда жүрген, екеуміз әр жақта жүрсек те бір ортақ жоба, осы ойымызда жүрген. Алхамдулилля. Ойладық, неге бірігіп істемеске деп осылай қолға алып жатырмыз. Бұл енді көбінесе біздің әпке сіңлілеріміз көбісі орамал тағуға батылы бармай жатады, немесе түрлі қиындықтар туралы естіп жатады. Бір сондай әпке сіңліміздерімізді қанаттандырсын деген оймен, және оларға қолдау көрсету үшін, және бір орамалдың соншалықты бір андай керісінше қорқынышты нәрсе емес, сондай бір керісінше бұл андай қалай ерекше бір немен сүйіспеншілікпен тағатын әлбетте сондай бір сол жағын көрсету үшін жаңағыдай жобаны бастауға ниет еттік, және де айтып кетуімізге енді тура келіп тұр. Ол тек қана Аллах разылығы үшін, ешқандай коммерциялық жоба емес. Аллах разылығы үшін жаңағыдай сұрап жатады, көбі жаңағыдай директке жазып жатады, хабарлама жазып жатады. Әпке, біз қалай тақсақ болады? Мен осындай қиыншылық жаңағыдай жұмыс таба алмаймын, немесе ата-анам қарсы, және де күйеуге шыға алмаймын дегенде көбі жазып жатады. Қалай болады, мен осылай орамал тақсам күйеуге шыға алмай қалам. Ондай жаңағыдай еш қорқыныш жоқ. Міндетті түрде жаңағыдай Аллахтың қалауымен сіздің өзіңіздің алдыңызда жаңағыдай тағдырыңызда жазылған болады, және де тек қана жақсылықты күтсеңіз, жақсылық болады иншаллах. Сондықтан да бұл жобамызға қосылуды сіздерге шақырамыз. Егер сіздердің де қандай да бір қызық оқиғаларыңыз болса, міндетті түрде осы комментарийде жазыңыздар, немесе бізге хабарласыңыздар. Мүмкін бірге видео түсіріп қаламыз. Тек қуана сіздерді жаңағыдай оқиғаларыңызды оқып, жаңағыдай хиджаб KZ атты порталымызда жаңағыдай бөлісуге тек қана қуанамыз. Аллах разылығы үшін сіздерді осы жобаға қатысуды шақырамыз. Өзімізден бастайық. Біз қалай исламға келдік, және де орамалды тағу шешіміне қалай келгеніміз туралы мен мысалы өзімнің оқиғам жаңағы порталда шығарып қойғанбыз. Ол жерде толық оқиға жазылған. Екеуміздікі Марфуғанікі де жазылған, бірақ осы сәтті пайдалана отырып жаңағыдай Марфуғаның өзінің аузынан тарихын естігім келіп отыр. Енді Қарлығаш, мен намаз оқығаныма біраз жыл болса да, бірақ орамалға келу мен үшін өте қиын болды. Өйткені оған енді түрлі факторлар әсер етті деп айтсақ та болады. Енді иманның да төмендігі шығар, бір жағынан енді бір Алла тағаланың өзі бір қалаған күні болады екен. Адам андай ғой, өзін мысалы менде болды, өзімді жей бердім, қашан мен орамал тағамын, қашан деген сияқты. Ал бірақ сол бір Алланың өзінің бұйыртқан сәті болады екен. Сол сәт енді осыдан қанша 2-3 жыл бұрын шамамен келіп деген. Мен Астанаға қоныс аударғаннан кейін
ол жақта жүрген кезде андай болды, менде бір жаңа жерге бардым, және ол жерде мен бұрынғы бейнемде емес, бір жаңа бейнеде жүрген кезде бірден барғаннан негізінен орамалды тастамай тағып жүрдім. Бірақ енді толықтай былайынан ораған жоқ, менде тюрбан сияқты қылдырып, басқалай былай қазақтың келіндері секілді қылдырып тағып жүрдім. Жұмысқа да солайынан барып деген секілді. Өзімді іштей дайындадым десем де болады. Солайынан тағып жүргеннен кейін 2016 жыл басталар кезде андай өзіме сондай мақсат қойдым. Болды, осы жылдан бастап сен енді толық тағу керексің. Енді бірақ сосын өзімдегі кедергілер туралы ойлай бастадым. Мені осы жерге енді не мені ұстап тұр? Енді ең бірінші әрине ол ата-анамыздың көңіліне қараймыз. Енді қазіргі кезде енді кішкене олар кеңес кезеңінің адамдары болғаннан кейін сәл-пәл түсініспеушілік болды, болмады емес. Сосын жаңағы 2015 жылдың аяғында үйге барған кезімде ата-анаммен осы тақырыпта ашық сөйлестім. Осындай ойым бар, енді қанша жылдан бері осылай келе жатырмын деген секілді сондай айтып едім. Аллаға шүкір, енді Алланың мейірімінің арқасы ғой. Мысалы бұрын мүлде қарсы болып жүрген адамдар, олардың да көңілдері жүректерін жұмсартып жібітіп, сондай олар да қолдау білдірді. Соған қатты қуанып, бірден Астанаға келгеннен кейін солай тағып кеттім. Және таққаннан кейінгі енді сезімді, әсерді ол сөзбен жеткізе алмаймын. Және сіз ата-анаңыздың батасын алып отырып, сондай енді бір керемет сәт болды ол мен үшін. Сонымен ал қазіргі енді өзім орамалсыз мүлде елестете алмаймын. Сондай сезім, мен өмір бақи орамалда жүрген сияқты сондай бір күй болады. Біз мысалы Марфуғаның жаңағыдей каналында бірнеше роликтерді көріп жүрміз. Жаңағыдей орамал жұмысқа кедергі бола ма, жаңағыдей тағы да көптеген видеоларды сіздер көрсеңіздер болады. Соны айтып кетіңізші, сіз арасында да былай жолдастарыңыздың, мысалы жаңағы ата-анаңызды айтып кетіңіз, енді жолдастарыңыздың жаңағы көзқарасы қандай болды сізге? Алғашында мысалы мен көбінесе бір кейбір адамдарды ойлап жүретінмін, бұлар енді дінге жақындау шығар, мен орамал тақсам бірден қолдау білдіретін шығар деген сияқты. Кейде болып жатты, ондай адамдар таң қалып, біз ойлайтынбыз, намаз оқып та, типа сен сияқты намаз оқып қана жүре беруге болар, орамал тақпай қойса болар деп ойлайтынбыз. Сен де орамал тағып жатсың ба деген сияқты бір сұрақтар қойған кездер болды. Ал керісінше мүлде андай күтпейсің ғой, мына адам мені қолдамас, бірдеңе деп қалар деген адамдардың керісінше олар қолдау білдіріп, дұрыс қадам жасаған екенсің деген сияқты сондай болды. Туыстардың арасынан да сондай оқиғалар көп кездесті. Одан кейін де енді сәл былай тақпай, кішкене былай нелеу, енді біздің қазақы немен деген сияқты айтатындар да кездесті. Бірақ Аллаға шүкір, оның бәрін Алла тағала енді ақырын бәрін жеңілдетіп қояды ғой жолымызды. Әлбетте. Бастысы ниетіміз басқасы дұрыс болса, соның бәрін жеңілдетіп қояды екен. Одан кейін менің қатты уайымдағаным, барлық қыздарды уайымдатып жүрген жаңағы жұмыс мәселесі болды. Енді мен орамал таққан кезде негізінен Ислам Кизет порталында істеп жүрдім. Ол енді діни орта болғаннан кейін, ол жерде енді мен бірден енді реакцияларын болатынын білдім. Олар керісінше қуанатынын білдім деген секілді. Мемлекеттік жұмыстар мені қалай қабылдар екен деген сияқты сәл қорқыныш болды. Бірақ қарасам, адамдар қазір сондай қоғам көзқарасы өзгерген адамдар, бұрынғыдай сенің киіміңе басқаға қарамайды, жоқ біліктілігіне қарайды, қаншалықты жұмыс істей алатынына қарайды деген сияқты, кәсібилігіне қарайды. Сондықтан енді жұмыста да Аллаға шүкір, одан кейін де мен басқа жерлерде істедім, мемлекеттік қызметкерлердің ортасында да істедім. Бірақ осы орамалға қатысты ешқандай бір проблема туындаған жоқ. Алла тағала бәрін өзі жеңілдетіп, ретімен, ыңғайымен солай келтіріп берді. Соған өзім де қатты қуандым. Сосын осы оймен қыздармен бөлісейін. Егер шын ниетпен жаңағыдай өздеріңіз тақсаңыздар, Алланың разылығы үшін көздеп, онда Алла тағала бүкіл жолдарды ақырын жеңілдетіп қояды екен. Әлбетте. Соған көзім жетті. Машалла. Сонымен кішкене былай қорытындап жіберсек, сонда ең біріншіден жаңағы дұрыс ниет. Ең бастысы ниет. Ниетті түзету. Дұрыс ниетте болсаңыз, жаңағыдай Аллах тағала разылығы үшін болса, міндетті түрде Алла тағала енді барлығын жаңағыдай шешіп, жеңілдетіп, Аллаға шүкір. Одан кейін жаңағыдай өзінің жаңағы
бар күшіңді салсаң, Алла тағала қалған Алла тағалаға тәуекел етеміз, иә. Екінші, енді Аллахқа тәуекел ету. Иә, Аллахқа тәуекел етесіз, жаңағыдай бәрін Алла тағала тапсырасы өзіңіз жұмыстарыңызды, жаңағыдай жұмыс мәселесі болсын, жаңағыдай тұрмыс құру мәселесі болсын, немесе тағы да басқа мәселелер болса, тек Аллахтан сұраңыз, Аллахтан дұға етіңіз, және де барлығы тез-тез шешіліп кетеді, және де маңайыңыздағы адамдарды да жаңағыдай кездестіре бастайсыз. Ой, бір жаңағыдай жеңілдік қолдау көрсететін адамдар көбейе бастайды. Мен жалпы өмірімде орамалдың көп пайдасын көріп жатырмын. Машалла. Мысалы, ол қандай жағдай? Бұрын орамалсыз болған кезде адам сенің намаз оқисың ба, оқымайсың ба, ол білмейді. Мысалы, жігіттер болсын, былай енді кейде бір жұмыс бабымен кездескенде қолын ала жүгіруі мүмкін саған. Ал сенде орамалды көргеннен кейін, олар бірден өзі тоқтайды, бірден арада шекара пайда болады. Иә, сол жағына қатты қуанамын. Немесе бір басқа бір отырыс, бір жерге барған кезде де олар сенің орамалыңа қарап, басқа бір артық нәрселерден тыйылып, артық нәрселердің болмайтынын біліп, соның бәрі, Аллаға шүкір, Алла тағала өзі жаңағыдай өзіңді де артық қимылдардан солай сақтайды. Альхамдулилля, және де бір тазалық, тазалық, тазалықтың жолын белгілейді. Альхамдулилля, тамаша. Сосын жалпы көшеде жүргенде де адам өзін орамалмен жүргенде сондай қыздар әсіресе бір қауіпсіз сезінеді. Марфуға, мысалы, ал енді бір жас қыз жаңағыдай орамал тағам деген ниеті бар екен, иншалла. Сонда бір кеңес айтып кетсеңіз, мысалы, орамал таңдаған кезде енді ақырын басқа киімдерде ауыса бастайды ғой, гардеробтың жаңағыдай, шалбардан гөрі, мысалы, юбкаға қарай деген сияқты, сол жағынан сізге қиын болды ма? Жалпы орамал тағам деген кезде толығымен гардеробыңызды бірақ өзгерттіңіз бе? Бір сәтте? Жоқ, енді ол бір сәтте бола қойған жоқ, бірақ ақырын, әсте болады екен. Басында енді әдетте күнделікті киіп жүрген киімдерің дұрыс көрінеді басында. Ал енді орамал тағып бастағаннан кейін қарасаң, бұл орамалмен келмейтін сияқты. Мысалы, шалбар киіп шықсам, бұл қалай болар екен деп, ол шалбарыңды сіңліңе бересің деген сияқты. Немесе тіпті бұрынғы кездері андай тюрбан сияқты қылдырып тағып жүрген орамалды да мен көбінсін анама немесе басқаға сыйлап жібердім да, өйткені олар уже мынандай тағуға келмейді. Содан кейін басында юбка мен кофта ғана киіп жүресің. Ал бір кездері қарасаң, ақырын көйлекке көшесің, одан кейін кеңден киімге көшесің деген сияқты. Барлығы ақырын сатымен әсте келеді екен. Сондықтан адамдар орамал тағатын, менің оған лайық киімім жоқ деп қорықпаса да болады. Бастысы бастап кету керек, тәуекел етіп. Содан қорықпаңыздар қыздар. Мен мысалы толығымен, мен мысалы көп ақша керек қой, мен қазір 10 көйлек сатып алуым керек, мысалы 10 юбка, ондайды ойламаңыздар, әсте, бізде солай ақырын солай келді. Альхамдулилля, одан кейін өз Аллахтың қалауымен ризық Аллахтан, Аллах тағала өзі ризықты береді, және де жаңағы көйлегіңізге де жетеді, иншалла, юбкаға да бәріне де жететін болады, иншалла. Ең бастысы ниетіңіз дұрыс болсын. Альхамдулилля. Марфуға, мен бір кішкене бір кіші өзім есіме түсіп отыр бір оқиға. Мен өзім негізі бастығым орыс адам еді, әйел адам, орыс бірақ. Сол кісі жаңағыдай маған Алла разы болсын, ол кісіге маған жақсы қолдау көрсетті жұмыста. Мысалы, мен ол кісіге айттым, осылай, Елена Владимировна, менің осындай ниетім бар. Мен тақпай тұрдым, себебі мен ол компанияда бірнеше жыл уже жұмыс істеп жүрген кезім еді. Сондықтан да мен айттым, осылай, мен осындай ниетім бар, мен орамал тағам, сізді кішкене дайындап қойын деп, психологиялық жаңағыдай кішкене дайындайын деп сізді осылай алдын ала айтып жатырмын деп айтқан едім. Ол кісі кішкене былай қобалжыпты. Мен мысалы қалай болады екен, ертең мен Қарлығаш мүлдем сөйлеспей қоям екен, мысалы біз кішкене арасында нетеміз ғой, жұмыс бабымен де жаңағыдай өзіміздің жеке жаңағы өмірімізде де сөйлесіп жатамыз ғой, жаңағыдай өте жақсы адам. Соны айтады, Қарлығаш мүмкін мен сөйлеспей қоятын шығар мүлдем, не істеймін енді деп ойымдайды екен. Соны мен қызық болғанда
орамалды өзім сөйтіп жаңағыдай жоспарлап жүргенмін ғой, орамалды соны ойлап понедельник күні жаңағыдай дүйсенбі күні киіп барамын деген кезде дүйсенбі күні жаңағыдай немем жетпей ерік жігерім жетпей, мен қызық болғанда понедельник күні жай киіммен бардым да, ал енді болды, енді вторник күні жаңағыдай сейсенбі күні жаңағы орамалмен жаңағыдай жұмысқа барамын. Сол кезде жаңағы бастығым айтады: ой, альхамдулилля емес, я так рада, тебе очень идет, жаңағыдай жеңіл адам жеңілдеп қалады. Альхамдулилля, жылы сөздерін айтып, саған өте жарасып тұр, сен түкте мүлдем өзгерген жоқсың расында. Былай неткенменен баяғы сен тура сол қарлығарсың, бірақ өзіңе жарасымды мен қолдаймын деді. Альхамдулилля. Сол ең қызығы біраз жыл бірге жұмыс істедік. Сонда сол кісі айтады: мен дейді, жаңағыдай орыс болғанменен дейді, жаңағыдай көшеде кішкене былай ашық-шашық киініп барсаң қыздарға қарай алмайтын болдым дейді. Сөйтіп айтады. Сонда сенің жаңағыдай маған жаңағыдай ты на меня влияешь деп айтып жатыр да. Сондай, яғни мен саған сондай үйреніп кеттім, жаңағыдай уже басқа жаңағыдай әйел адам болса да, мысалы басқа қыздарға жаңағыдай қарауға ұялам дейді. Субханалла, қарайсыздар ма? Осындай қызық оқиға болған. Қандай керемет. Осылай ғой, адамдар тіпті өзінің сыртқы келбетімен мүмкін ол қоғамды өзгертіп жатыр да. Оны адам, мысалы, орамалды қыздар өздері іштей сезбеуі мүмкін, ал бірақ ол сіздердің кішкентай осы бастарыңызға таққан жаулықтарыңыз ол айналаңызды өзгертіп жатыр. Біз енді қоғамды өзгертіп жатыр, былайша айтқанда. Сондықтан да қорықпаңыздар. Бұл деген тек қана жаңағыдай жақсылыққа келеді, тек қана өзіңізге сенімді боласыз, және де Аллах Тағала екеуміздің жаңағыдай байланысыңыз мықты болады, күшейтеді, және де сонымен біздің әңгімемізді тамамдайық. Иншаллах, мен сондай өте қуаныштымын. Бір үлкен мәселені жаңағыдай ашып айтып отырмыз. Жүректен шығып отыр. Тек қана жаңағы жылы лебіздеріміз, жаңағы кеңестеріміз сіздерге жүректен шығып отыр. Соны сіздер қабылдайды деген үміттеміз. Егер де осы видеоны ұнатып жатсаңыздар, немесе өздеріңіздің бір жақсы қызықты оқиғаларыңыз болса, бізбен басқа қыздармен бөліскілеріңіз келсе, сіздер комментарийда немесе маған тура жазуларыңызға болады. Сол келесі кездескенше біз әлі Марфуғамен талай видео түсіреміз деген үміттеміз. Иншаллах. Сол келесі кездескенше. Ассаламу алейкум.